жұмысын қазақ тілі мен әдебиет пәнінен функционалдық сауаттылық тапсырмалар жинағы. Қазақ тілінен осы жинақты қалай жасауға, қалай пайдалануға болады деген 5-6 сыныптан бастап осы нәрсені кішкене жинақтадым. Қалай Сүйікті оқушылар, құрметті ұстаздар, білімнің негізі мектепте қаланады. Жақсы мектепте дара алмаған оқушы болашақта жетістікке жетуі мүмкін емес. Мақсатқа жетудің жолы тек дайын білім емес, ізденудің, функционалдық сауаттылықтың болуында. Осы мәселені негізге ала отырып, қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі жалпы өзім оқушыларға арнап, осы функционалдық сауаттылық тапсырмаларын жинағын әзірледім. Негізгі бағыттары мазмұнды түсіну және қолдану, мәселені шешу дағдылары, келесі үшінші, көпшілік жағдайларда практикалық дағдыларды қолдану, ақпаратты тиімді қолдану, креативті ойлау және шешімдерді қабылдау деп негізгі бағыттарды осылай бөлдім. Келесі бір сыныпқа тоқтала кетейін. Бұл жұмыс қалай жасалады, жалпы бұны қандай бағытта алдым. Мысалы, 5-ші сыныпта таза сөз, асыл сөз деген бөлім бар. Тақырыбы халық ауыз әдебиеті, оқу мақсаттары әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау, көркем шығармада кейіпкерлер портретіне іс-әрекеті арқылы образды ашу. Күтілетін нәтиже функционалдық сауаттылық тапсырмалар оқушылардың осы саладағы білімдерін кеңейтіп, шығармашылық қабілеттерін дамытады және сыни ойлау дағдыларын қалыптастырады. Енді осыған ең бірінші мәтіннің мазмұнын түсіну жұмыстарын берсек, егер де тапсырма қазақтың халық ауыз әдебиетіндегі ертегі немесе аңызды оқып, оның негізгі идеясын қысқаша баяндаңыз. Мақсат оқушыларды мәтінді дұрыс түсініп, негізгі ойын айқындау дағдыларын дамыту. Екінші, сипаттау тапсырмасында. Тапсырма қазақ халқының ауыз әдебиетінің үлгілерінде кездесетін кейіпкерлерді, батыр, хан болсын, айлакер, жауыз болсын, осындай кейіпкерлердің барлығын сипаттап беріңіз. Мақсат оқушыларды көркем образдарды тану, олардың қасиеттері мен мінездерін дұрыс түсіну дағдыларын қалыптастыру. Үшінші, сұрақ-жауаппен тапсырма оқылған ертегілер мен аңыздар бойынша сұрақтар құрастырып, сол сұрақтарға жауап беріңіз. Мақсат оқушылардың мәтіннен қажетті ақпаратты іздеп табу, ой елегінен өткізу дағдыларын дамыту. Келесі қорытынды жасау. Тапсырма ауыз әдебиетіндегі ертегі мен аңыздардың тәрбиелік мәнін анықтап, өз пікіріңізді білдіріңіз. Мақсат оқушылардың сыни ойлау қабілеттерін дамытып, халық ауыз әдебиетінің тәрбиелік маңызын түсіну. Келесі креативті тапсырма берілсе, мысалы, тапсырма қазақ халқының халық ауыз әдебиетінен мотивтерін қолдана отырып, қысқаша әңгіме немесе ертегі құрастырыңыз. Мақсат оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту, халық ауыз әдебиетін түсіну негізінде өз идеяларын ұсыну. Алтыншы, шығармашылық тапсырма. Халық ауыз әдебиетіндегі бір ертегіні қазіргі заманға сай қайта өңдеп, оның жаңа нұсқасын жазыңыз. Мақсат оқушылардың мәтіннен жаңаша қабылдау, өзгерту қабілетін дамыту. Жетінші, дәстүр мен мәдениетті танып білу тапсырма. Қазақ халқының ауыз әдебиетінде кездесетін дәстүрлер мен салттарды атап шығып, олардың мәні мен маңызын түсіндіріңіз. Мақсат оқушылардың ұлттық мәдениетті дәстүрін білу деңгейін арттыру. Сегізінші, тақырып бойынша пікірталас. Тапсырма халық ауыз әдебиеті мен қазіргі заман әдебиетін салыстырып, екі жанрдың айырмашылықтары мен ұқсастықтарын талдаңыз. Мақсат оқушылардың салыстырмалы ойлау дағдыларын дамыту. 9. Мәтіннен мысал келтіру. Тапсырма халық ауыз әдебиетінде белгілі шығармадан нақыл сөздерді немесе мақал-мәтелдерді тауып, олардың мағынасына түсінік беріңіз. Мақсат оқушылардың мақал-мәтелдер мен нақыл сөздер туралы білімдерін тереңдету. Осылайша бір сыныпқа мысал келтіре отырып, осындай тақырыптарды ала отырып, осыған енді бағалау критерийін қойып шығамыз. Мысалы, әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау, екі балл. Көркем шығармадағы кейіпкерлер портретіне
мазмұнды түсіну нақты тұжырымдау жасайды 1 балл, өз ойларын негізгі түрде дәлелдеп талдау жасайды 1 балл, шығармашылық көзқарас пен жаңашыл шешімдер ұсынады 2 балл, қазақ халқының ауыз әдебиетінде кездесетін дәстүрлі емес салттарды атайды 2 балл, мән мен мазмұнын түсіндіреді 2 балл. Осы тапсырмаларды орындау арқылы